Алейкум ассалам. Алтаке. Алтаке, оны қаптамаңыз. Сол күйінде рассыпной халде бір көлеңке жерге үйіп қойыңыз. Биіктігі 1 метр болсын, 1,5 метр болсын. Дайын биогумусты үйіп тастай беріңіз да. Сол бір ылғалдап қойыңыз. Сосын бетін ауа кіретін материал бар ғой, сондай одеял ма, көрпе ма, енді бөз ба, жалпы ауа кіретін материалмен беті тезірек кеуіп кете бермесі үшін сондай материалмен жауып қоясыз да, тұра береді ол. Ол көп тұрған сайын гумификация болып, өте құран күшейе береді. Сөйтіп қойып қоя салыңыз. Ертең сезоны келген кезде ол биогумустар жерде қалмайды, ұшады бәрі. Өте дәл қазір просто егетін сезон емес. Соған дұрыс көзқараспен қарау керек та. Ертең декабрьден бастап қатты кетеді. Декабрь, январь, февраль, март, апрель айларында қатты кетеді биогумус. Сол кезге біз әрдайым расчет жасап дайындай беруіміз керек та. Расчет жасап. Сол кезде елеп жібересіз, заказдарға бере бересіз. Январь айларында елеп қойып, немесе қазір елеп үйем десеңіз де үйсеңіз болады. Салафанға салмаңыздар. Биогумустың әрбір кубический сантиметрінде миллиардтаған бактериялар болады. Сол бактериялар ауамен өмір сүреді, аэробный. Сол үшін дышащий материалмен үстін жауып қойыңыздар, қаптамаңыздар. Салып қойыңыздар. Көлеңкеде қанша жыл болса да тұра береді, ештеңе қылмайды. Қанша жылдап тұра береді. Ол тұрған сайын қайта күшейе береді, ол гумификация болып. Тек ылғалын сақтап тұрыңыздар. Бактериялар ылғалда өмір сүреді, ауада өмір сүреді. Жердің системасы сияқты ғой. Жердегі Аллах Тағала жаратқан, жерді құнарту үшін жаратқан сондай миссиямен келген микроорганизмдер, макроорганизмдерге не жер жатады дейтін болсақ, шошан, қырықаяқ, жүзаяқ, ешек құрттар, гөнді домалат жердің қойнауына кіріп жататын қарақоңыздар, өте көп түрлі макроорганизмдер бар, тірі, көзге көрінетін жәндіктер. Сосын микроорганизмдер бар, көзге көрінбейді. Соны бактериялар деп айтады. Солардың барлығы ылғалда өмір сүреді. Сосын ауада өмір сүреді. Сосын қорек керек болады да. Осы 3 түрлі функция сақталса, олар өмір сүреді да, сол жерді құнарта береді. Енді тура солай ормандардағы жағдай сияқты. Ормандарда күздігін жапырақтар түседі. Солар шіріп қорек болады. Ауа қалай болады десе, 1 квадрат метрде 100 шолашан болса, 100 километр жолдар сызып, жердің астын туннель жасап тастайды. Сол арқылы ауа жүреді. Углекислый газды ауадан алып береді. Макро-микроэлементтерді тамырларға сіңгізеді су арқылы. Сол сияқты.